Қазір көрсететін схеманы кез келген нишаға қолданса болады. Бірінші тақырыпты мен балаларға арналған контент ретінде алдым. ChatGPT сияқты Gemini деген платформа бар, мен соны қолданамын. Сіздер ChatGPT-ді де қолдансаңыздар болады. Контент балаларға арнап, осы жануарлар, өсімдіктер, космос, вообще әлем туралы түсіндіру, қызықты фактілерді айту. Мен Gemini'ге мен запросым қандай, соны толық жаздым. YouTubeқа арналған, балалар контентіне арналған, балалардың тілімен жаз, түсінікті болсын, қызықты болсын деген сияқты. И бірінші тақырып, например, дельфиндерді алдым. И ол маған дельфиндер туралы толық ақпаратты береді. 5 қызықты факты. Google'да Pexels деген приложенияға кіреміз. Бұл приложенияда фото-видеоны толығымен бесплатно скачать ете аласыздар. И осы жерге видео таңдаймыз, дельфин деп жазамыз. И неше түрлі видеолар шығады. Күшті качествода. Осыны біз жүктеп аламыз. Бұл платформада кез келген видеоларды аласыздар. Мысалға, адам артпен келе жатыр, артқа қарап тұр, жерде отыр, балалар ойнап жүр, балалар жылап жатыр, бала жалғыз өзі үйде қалып қалды деген сияқты неше түрлі солай тақырыпты темаларды жазсаңыздар болады. Фото-видеолар шығады. Мынау бағанағы біздің дельфиндер туралы ақпаратымыз Gemini берген. Көрдіңіздер ме, сәлеметсіздер ме балалар деп кәдімгідей YouTubeқа сөйлеп жатқан сияқты бүкіл информацияны береді. Мәтінді жүктеп аламыз да Telegram-ботқа барамыз. Мәтінді сөйлеуге түрлендіру деген Telegram-бот бар. Бұл Telegram-бот именно қазақша запись жасады. Ұлдың дауысы бар, қыздың дауысы бар. Соны таңдайсыздар и бағанағы мәтінімізді вставить дейміз. Сразу бізге голосовой запись шығарып береді. Записімізді выбрать деп, сразу капкетке апарамыз бағанағы дельфиндердің видеосына. Ал енді тыңдаңыздар. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз су асты әлемінің ең танымал және ақылды жануарлары дельфиндер туралы қызықты мәліметтермен бөлісеміз. Олар туралы не білеміз? Көрдіңіз ба? Толықтай біз еще бесплатно жасадық бұның барлығын. Не түріңіз керек емес, не даусыңыз керек емес. Бағанағы балалар контентінің схемасын чуть-чуть басқаша көрсетемін бұл жерде. Тақырып үнді актерлары, мексикалы актерлар, немесе өзіміздің қазақтардың актерлары туралы мағлұматтар. Егер актерлардың барлығын білмесеңіз де, Gemini'ден сұрай аласыздар. Сен маған список бер, сол список бойынша барлығын жазып шық деген сияқты. Ол маған ең знаменитый Патчамды жазып берді. Видеоны фото-видеомен араластырып жасаймыз. Фотоларын аласыздар, скачать етесіздер, ал видеоларын YouTube'дан аламыз. YouTube'дағы видеолардың барлығы авторский право бола бермейді. Біз ол жақта киноны, бір клипті алмаймыз. Кәдімгідей біз сияқты информация беріп жатқан орысша, ағылшынша контенттерден аламыз. 5-10 минуттық. Себебі ол видеоларды бір жерден алынған, яғни автор өзі барып түсіріп жүрген жоқ ол видеоларды. Тоже бір осындай платформалардан алынып жасалынған видеолар. Мысалға, на видеоны алдық, 10 минуттық, поделиться дегенді басамыз, копировать ссылку дегенді басамыз, Telegram-ботқа кетеміз. Telegram скачать видео из YouTube деп аталады. Яғни бұл жерге кіреміз да, просто ссылкамызды жүктейміз. Вставить дейміз, ол бізге сразу видеомызды шығарып береді. Видеомызды закачаем на свой өзіміздің телефонымызға. 720p дегенді таңдаймыз, бұл тегін. Видеоны сохранить в галерею дейміз. Одан кейін капкетке барамыз. Бағанағы видеомызды капкетке жүктеп, енді бұл жерде біраз видеоны түрлендіреміз. Точ-в-точ сол видеоны салудың қажеті жоқ. Дауысын алып тастаймыз. Сізге ұнаған керекті жерлерін ғана қалдырасыз. Мен, например, кесіп, бөліктерді алып тастап жатырмын. Видите, вы подписаны деген жерді алып тастаймыз. Там жазулар шығады, жазуларды алып тастаймыз. Керекті бөліктерін ғана қалдырамыз да, спецэффект, анимация, соларды қосамыз. Еще бұл видеоның араларына фотоларды қосасыздар. Фотолар мен видеомен аралас видео шығады. Сөйтіп бағанағы Gemini Патчам туралы берген мәтінімізді копировать етеміз. Мәтінді тура копировать ставить етпеңіздер. Қараңыздар, оқыңыздар, арасында қосыңыздар, сәлеметсіңдер ме, каналыма қош келдің деген сияқты сөздерді де қосыңыздар. Яғни кәдімгідей өзіңіз сөйлеп жатқан, өзіңіз информация беріп жатқан автор ретінде жазыңыздар. Бағанағы мәтінді түрлендіру ботына барамыз. Видите, вставить дедім мен, и осы жақта кейбір лишний сөздерді мен алып тастадым. Или же Gemini'ге запрос жасаған кезде прям сол жаққа жазсаңыз болады. Мен автор емеспін, мен не істемеймін, голосовой жазбаймын, приложениенің голосымен жазамын. Яғни толығымен YouTube'ды жүргізіп жатқан автор сияқты маған не істеп бер деп, мәтінді құрастырып бер деп. Записті таңдап, сразу капкетке жүктедім. Енді тыңдаңыздар. Амитабх Баччан мансабының басында 12 фильмі сәтсіз шыққан. Ол тіпті киноны тастауды ойлаған. Бірақ бұл видеоны да толығымен тегін жасап шықтық.